бала, әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. Ата тек атаулары: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, неме. Жеті атасын білген жеті жұртының қамын білер. Жеті атасын білмеген құлағымен жағын жер деген жүйелі сөз осыдан қалса керек. Сондықтан да біздің ата-бабаларымыздың өз ұрпақтарына жеті атасының аты жөнін, шыққан тегін, өз руынан шыққан атақты батырлар және де игі жақсылардың есімін айтып, үйретіп отырған. Ол мақтангерлік немесе бөлінушілік мақсатында емес, өз ұлтыңды, еліңді, шыққан тегіңді біліп жүр деген мақсатта көкірсе керек. Жеті атасын білу тек өз абыройы, отбасы құндылығы ғана емес, ұлттың болашағына ықпал ететін қозғаушы күш. Жеті атаға дейін қыз алыспау бүтіндей қазақ халқының салауатты ұрпағы, саламатты келешегі екенін естен шығармаған жөн. Сонау ғасырлардан бері санамызға тоқылып, қанымызға сіңіп жеткен осы бір тыйым қанның тазалығы мен тектіліктің асылдығына кепіл берері даусыз. Оны бүгінгі ғылым да зерттеп, тайға таңба басқандай жария етіп отыр. Жеті атасын білмеген жетесіз дейтін қазақ халқында әр адам жеті атасын жатқа білуі міндет. Текті қазақ халқы жеті атадан асып қыз алып қыз бермейді. Себебі жеті атадан тараған ұрпақ бір атаның балалары саналады. Халқымыздың бұл дәстүр ұстанымы қан тазалық үшін өте маңызды. Сондықтан әр адам бала күннен жеті атасын жатқа біліп өскен. Ұрпағына жеті атасын үйрету атадан балаға жалғасып келе жатқан қазақтың тәрбиелік дәстүрі. Жастайынан балаға әкеден бастап ағайын туысты, нағашы жұртын, алыс жақынды таныстыру, ата тегін, руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл бөлген. Жеті атасын білмеген жетесіз дегендей, әрбір азамат сөзге қалмас үшін өз жеті атасын білуге тиісті. Жеті атасын білген жеті жұртта жөн айтар деген аталы сөзді арқау етіп келген ата тарихын жастайынан жаттатып, ел жұрт тарихын білу ер азаматтың ерлікке баулиды деп ұққан. Әкесі, атасы баласына тек қана жеті атасына дейінгі бабаларын жаттатып қоймай, олардың қандай болғанын, елі жұрты үшін еткен ерлігі, өнегелі істерін баяндап берген. Осы арқылы бала ата дәстүрін жалғастырса екен деген мақсат көз. Жеті атаға дейін үйленбеу сыры. Жеті атаға дейін үйленбеу дәстүрі түркітектес халықтардың ішінде тек қазақтарда ғана бар дейміз. Неге екенін білеміз бе? 15 ғасырда қазақ хандығы орнап, оны Керей мен Жәнібек хандар басқарғаны белгілі. Бірде Жәнібек ханның ақылшысы, кеңесшісі Жиренше шешен қатты ауырып, төсек тартып жатып қалыпты. Жақын жерлердегі талай белгілі емші бақсыларды шақыртып қаратса да, еш ем қонбапты. Соңында атақты Өтебойдақ деген емші барын біліп, соны шақырады. Өтебойдақтың емінен кейін Жиренше жазылып, дертінен айығыпты. Жәнібек хан емшіге риза болып, бірнеше сұрақ қойыпты. Көп сұрақтарына қонымды жауаптар алып, соңғы сұрағын қойыпты. Қандай ауруды емдеу қиын? Тұқым қуалайтын ауруды емдеу қиын. Ал оны алдын алуға бола ма? Болады. Жеті атаға дейін туыс адамдар қыз алыспау керек. Жеті қазақ үшін қасиетті сан. Өтебойдақ емшінің айтқанын Жәнібек хан жадына тоқып, халыққа жеті атаға дейін үйленуге тыйым салыпты. Кімде-кім жеті атаға толмай үйленсе, өлім жазасына кесілсін деген жарлық шығыпты. Содан бергі қазақ хандары да осы жарлықты бұлжытпай орындап отырыпты. Жеті атасын білмеген жетесіз деген содан қалған.